мен бұл өнер арнасы біз бүгін әлемге әйгілі Бурак атымен танылған Бурак Özdemir туралы сөз қозғаймыз. Бурак Özdemir әйгілі танымал түрік аспазы, ресторатор және интернет жұлдызы. Ол 1994 жылы 24 наурызда Түркияның Hatay қаласында дүниеге келген. Бурак әлемге танымалдыққа үлкен көлемде дәстүрлі түрік тағамдарын әзірлеу кезінде әрдайым күлімсіреп жүретін бейне жазбалар арқылы қол жеткізді. Бурак аспаздар отбасында өскен. Оның отбасы Hatay мәдениеттілер сафразы атты мейрамхана желісіне иелік етеді. Бала кезінен бастап тағам дайындау ісімен айналысқан. Оның видеолары Instagram мен TikTok желілерінде миллиондаған қаралым жинап, әлемдік деңгейде танымал болды. Бурактың Асиге деген махаббаты оның отбасынан бастау алған. Ол Анадолу университетінде білім алған, бірақ оның нағыз жетістігі әлеуметтік желілер арқылы келді. Бурак есімі оның отбасылық мейрамханаларының атымен байланысты шыққан, себебі оның отбасы KZN Текстиль атты кәсіппен айналысқан. Бурактың Түркия мен шетелдерде бірнеше мейрамханалары бар, соның ішінде Стамбул мен Дубай қалаларына танымал орындар. Ол тек түрік тағамдарын ғана емес, әлемнің түрлі тағамдарын да дайындап видеоларында көрсетеді. Бурак Özdemir қайырымдылық іс-шараларға да белсенді қатысады және бейнероликтерінде көбінесе үлкен көлемде тағамдарын дайындап, оларды мұқтаж адамдарға таратып отырады. Бурак Özdemirдің өміріндегі қызықты сәттердің бірі оның әлеуметтік желілер арқылы танымалдылыққа жетуі. Оның танымал бейнероликтері Instagram және TikTok платформаларында таралып, ол лезде бүкіл әлемге танымал болды. Оның видеолары тек аспаздық шеберлігімен ғана емес, тағамдарды дайындау процесіндегі ерекше стилімен де ерекшеленеді. Ол үлкен мөлшердегі тағамдарды бірегей тәсілмен дайындап, оларды әдемі етіп ұсынуымен танымал болған. Мысалы, ол 40 адамға арналған пиццаны немесе ондаған килограмм етті бір бейнеде оңай дайындай алады. Бурак сондай-ақ әлемнің түрлі елдерінің танымал тұлғаларымен, соның ішінде футбол жұлдыздары, әншілер, саясаткерлер және актерлармен де бірге бейнероликтер түсірді. Бұл оның танымалдылығын одан әрі арттырады. Мысалы, оның Дубайдағы мейрамханасына барған әлемдік танымал адамдардың бірі Лионель Месси және Криштиану Роналду. Танымалдылығы тек аспаздық видеолармен ғана шектелмейді. Бурак түрлі қайырымдылық іс-шаралармен де айналысады. Ол бірнеше рет Түркиядағы және басқа елдерде мұқтаж адамдарға үлкен көлемдегі тағамдар таратқан. Бурак әсіресе табиғи апаттар кезінде белсенді болып, өз тағамдарын мұқтаж жандарға жеткізуге көмектескен.